Абайдың 16 қара сөзі. Адамдар оқимын десе, ол өз еркінше оқи береді. Ал оқымаймын десе, ол оқымай жүре береді. Енді сіздерге оқитын адам мен оқымайтын адамның айырмашылығын айтқым келеді. Оқитын адам, ол яғни тілі күшті болады, яғни таза сөйлейді. Таза сөйлегенде ол жақсы сөздерді мен оқитын боламын деп табиғи тілде сөйлейтін болады. Ал оқымайтын адам, оның сөйлейтіні мынау. Оқымайын десем оқымайын. Яғни ол сөйлегенде таза сөйлемейді. Яғни енді біздің Құдай осы бәрімізге тілді бірдей қылып берді. Енді әр адам өзінің тілін қалай қолданса да өзі біледі. Оқитын адам тілін қалай қолданса да өзі біледі, оқымайтын адам да өзінің тілін қалай қолданса да біледі. Кейін өскен кезде енді мұның бәрі біліне бастайды. Оқитын адам табиғи мәдениетті сөйлей біледі. Яғни ол адамға кешіріңіз, айып етпеңіз деген сөздерді қолданатын болады. Ал оқымайтын адам қойш, құршы, оқымайым, келе жатыр деп солайынан сөйлейтін болады. Сонда бұл біздің қазақтың надандығы ма?